Hello everyone, how are you doing? The theme of our lesson, first day, nervous. Today we speak about infinitive and when we use it and how we use it, yeah? Okay, саламатсыздар ма құрметті қатысушылар. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы first day nervous. Яғни бірінші күннің қобалжулары, иә? Бірінші күннің қобалжу. Бүгінгі біздің сөйлейтін тақырыбымыз, яғни инфинитив ағылшын тілінде. Енді біздің қазақ тіліне тікелей аударуға келмейді, бірақ кішкене тұйық етістікпен салыстыруға келеді. Жақсы. Енді ең алдымен сіздерге сабақты бастамастан бірінші жаңа сөздерді үйреніп алайық, оқып алайық, иә? Мінекей 158-ші беттегі сөздерді оқиық. Мұнда the verb forms дейді. Бұл не дегеніміз verb forms? Мұнда сіздер көріп тұрған етістіктер, иә? Мұны осы етістіктерді қазір аудармасымен бірге жаттайық. Decide, forget, decide, шешу. Forget, ұмыту. Hope, сену. Немесе надеяться, иә, бір нәрсеге. Learn, үйрену. Need, қажет ету. Offer, яғни offer дегеніміз предлагать, предложение, яғни ұсыныс жасау. Yeah? Plan, пландау. Yeah, бір нәрсені пландау. Pretend, pretend дегеніміз бізде мындай делать вид, яғни бір нәрсеге претендовать ету, иә? Қазақша кішкене қиындап promise сөз беру, remember, яғни есте сақтау, start, бастау, try, тырысу, want, қалау, would like, бұл да қалаудың бір түрі, иә? Предпочитать. Енді сіздердің неге бұл етістіктерді біз бүгін өтіп жатырмыз? Яғни осы етістіктерден кейін біз міндетті түрде инфинитивті қолданамыз. Ол қалай? Мен қазір сіздерге түсіндіріп беремін. Сол себепті қазір демонстрацияны тоқтатып, бүгінгі грамматикалық сабаққа көшейік. Бүгінгі грамматикалық сабағымыз инфинитив. Тақтаны аштым. Сіздер қазір көресіздер. Енді мұқият тыңдаңыздар. Бұл не ол? Инфинитив дегеніміз не ол? Мен қазір жаза қояйын мұнда. Инфинитив. Ағылшын тіліндегі инфинитив дегеніміз не? Ағылшын тілінде инфинитив дегеніміз ол іс-әрекетті жалпы тілде білдіреді, етістіктің бір түрі. Бірақ ол ағылшын тілінде to мен келеді. Мысалы, етістіктің алдында to болу керек. To try, to speak, to go деген сияқты етістіктер. Мінекей to бар етістіктер, бұлардың барлығы инфинитив. Яғни егер де бізде бұл етістіктердің алдында to болмаса да біз инфинитив деп оны санай аламыз. Неге? Себебі олар бізге аудармасында етістікті беретін болса, я етістіктің мағынасын беретін болса. Енді сіздер білесіздер, ағылшын тілінде көптеген сөздер зат есімдік мағынасы бар және етістіктік мағынасы бар, иә? Сол кезде етістіктің мағынасын берсе, біз ол кезде инфинитивті қолданамыз. Енді инфинитив ол етістіктің бастапқы формасы болып есептеледі ағылшын тілінде, және ол көп жағдайда осы to формасымен беріледі, to предлогымен, to арқылы беріледі. Ал қазақ тілінде кішкене бір тұйық етістікке сәйкес келеді, кішкене сәйкес келуге болады. Енді ең алдымен мен мұнда жазып қояйын. Бірінші біздің to етістігімізді, то есть инфинитивті to-сіз қолданатын жағдай. Бірінші модальді етістіктермен. Мен жақшаға жазып қойын. Модальді етістіктерді білесіздер. Can, must, кешіріңіздер, так, must. Тұрмызға да кетті. Will, shall, would, should, немесе could, иә? Міне, осы етістіктермен біз өзіміздің инфинитивімізді, яғни to-сіз қолданамыз. To, яғни одан кейін етістік келуге мүмкін, осы етістіктерден мүмкін. Сол себепті осы етістіктерден кейін біздің
келесі келген етістігіміз chooses жазылады, бірақ ол инфинитив болып саналады, себебі ол етістіктің рөлін атқарады. Мысалы, бір мысал келтіруге I can play the piano. Мен ойнай аламын. Не істей аламын? Ойнай аламын. Мұнда play дегеніміз етістіктің рөлін атқарады. Егер орысша аударатын болсақ, I can play. Я могу играть. Что делать? Играть бұл етістіктің рөлін атқарады, бірақ түссіз жазылады. Сіздер білесіздер, модальді етістіктен кейін инфинитив түссіз қолданылады. Кеттік. Екінші жағдайымыз ол етістіктерді жаттап алу керек. Бұл етістіктерден кейінгі қолданылатын етістіктер түссіз, яғни ешқандай қосымшасыз өзі қолданылады. To make, to let, to see, to hear, to watch, to feel, немесе to help деген бар, иә? To help. Енді қараңыздар, бұл мысал келтіріп кетсек, make дегенді алайық. Make біз өткен шақта қолдансақ та болады. Мысалы, he made me do it, иә? He made me do it. Бұл жерде біз қараңыздар, ол мені соны істеуге, яғни мәжбүрледі дейді. Ол мені мәжбүрледі. Не істеді? Мен оны істеуге мәжбүрледі. Ал егер де біз ырықсыз етіс пассивныйда болсақ, пассивныйда, оны солай істеуге мәжбүр етті болсақ, he was made. Онда to do болады. To do it. Егер де біз пассивті формада қолданылатын болсақ, was made. Онда біз міндетті түрде to do-ді қолданаламыз, иә? Окей, жақсы. Енді біздің үшінші, яғни сөздеріміз, бұл сөздерден кейін қолданбайды. Had better. Бұл. Так, had better. Келесі would rather. Содан кейін, яғни chooses қолданылады. Infinitive would sooner. Яғни мысалы қандай маған? You had better go. You had better go there. It once. Бір рет. Енді сіздің it once дегеніңіз, мұнда сіздің бұл жерге тез барғаныңыз, яғни дұрыс болады дейді. Had better. Лучше будет идти туда at once, быстрее. Енді қараңыздар, актив, яғни ырықсыз етістік, ырықты және ырықсыз етістіктерде деді. Біз ырықсыз етістіктерде пассивтада to-ді қолданамыз, өте көп қолданамыз. Ал енді бізде инфинитив негізі қараңыздар, сөйлемнің басында келу мүмкін, бастауыштың рөлін ойнау мүмкін. Мысалы, бұл керуін десек қой, to skate, мысалы, to skate is a plate. Бұл жерде бастауыштың рөлін анықтайды. Немесе өзі бір толық тауыштың атқару мүмкін, например, мысалы, I asked him to help, to help me деген, маған көмектескен жерде бұл толық тауыштың рөлін ойнап тұр. Енді мен сіздерге келесіде қандай етістіктерден кейін инфинитив to-мен қолданылатын жазамын. Ол етістіктерді міндетті түрде жаттап алғандарыңыз дұрыс болады. Мен қазір жазып берейін. Сіз бүгінгі біздің сабағымыздың өткен жаңа сөздер бар ғой, сол сөздермен бірге және одан да басқа сөздерді жазып беремін. To agree.
бұл сөзбен міндетті түрде осы сөзден кейін міндетті түрде біз нені қолданамыз? Міндетті түрде инфинитивті to мен қолданамыз. To agree, to offer, to decide, to appear, to forget, to refuse, attempt, to plan, to think. Bu сөздерді мұқият жаттап алыңыздар, иә. To promise, уәде беру, иә. To promise, to manage, to arrange, yeah, келісу, қандай бар, to pretend, біз жаңа болды ол сөз, біздің жаңа сөздерімізде болды бұл сөздер, to hope, to hope, және де would like. Енді қараңыздар, біз ағылшын тілінде негізі like деген сөзіміз бар. Біз осы like деген сөзден кейін немесе инфинитивті, немесе биронжиді қолдансақ болады. Бұл бізде екеуінің арасында жүретін етістік болғандықтан бұны ең соңында жазып отырмын. Ал would like болса, оның алдында would болатын болса, онда міндетті түрде біз одан кейін to мен қолданамыз, would like. Ал егер would-тан кейін like болмайтын болса, жай would болса, онда біз келесі етістікті, мінекей like, келесі етістігімізде ол біздің to-сіз жүреді. Would-тан кейін, себебі бұл модальді етістік. Мына сөздерді сіздерге жаттап алу керек, жазып алу керек. Осы сөздерден кейін біз міндетті түрде инфинитивті қолданамыз. Мысалы, қандай дейік? Мысалы, мен жүгіруді мысалы пландадым дейік, я планирую бегать деп айтатын болсақ, I plan to run. Көрдіңіздер ме? Plan. Неге? Себебі біздің планымыз, яғни бұл инфинитивтің етістігі. Осыдан кейін міндетті түрде to мен келеді. Мысалы, я обещаю прочитать вот эту книгу, I promise to read. Осы етістіктерден кейінгі келесі етістігіміз міндетті түрде to мен келеді. Я предпочитаю, например, пить колу дейік. I would like to drink Coke. Міне, бұл жерде құрметті қатысушылар, осы етістіктерден кейін міндетті түрде келесі етістіктеріміз to мен бірге келеді, to деген предлогпен келеді. Ал мен бұны сақтап қояйын осында. Енді біз өзіміздің платформадағы бірінші тапсырмамызға барайық. Міне, платформамызды ашамыз, бүгінгі тақырыпты ашамыз, the first day nervous. Ал бірінші тапсырмамыз listening. Listeningті ашыңыздар. Listeningті сіздер аудио тыңдау керексіздер. Сол аудионы мұқият тыңдап, ол аудионы тыңдап болғаннан кейін, құрметті қатысушылар, астындағы сұрақтарға жауап беру керекпіз. Мына сөйлем кімге қатысты? Ұлға ма, қызға ма, немесе екеуіне де қатысты ма? Соны мұқият тыңдаңыздар. Мінекей, мен қазір сіздерге аудионы қоямын. Сіздер оны мұқият тыңдап алыңыздар. Және осы сұрақтарға жауап бересіздер. Наведите ответтерін деген жерге жазасыздар. Мына Саймон, Клейл немесе екеуі де дейді. Ал мұқият тыңдаңыздар, бір рет қойып беремін. Сіздер өздеріңіз платформадан тыңдасаңыздар болады. Егер платформада болмаған жағдайда осы видеоны қарап отырған кезде мұқият тыңдаңыздар және тоқтатып қойыңыздар да артқа қайтадан айландырсаңыздар, сіздер оны бірнеше мәрте тыңдай аласыздар. 7.1 Simon. When I was about 30, I got a job as an editor in a publishing company.
It was my first office job, and I didn't really know what to wear. But for the interview, I wore a suit. In fact, I bought the suit specially for the interview. I got the job, so I thought that must be okay. So, on the first day, I went to work wearing a suit and tie. I got to work early. I wanted to make a good impression, and I was the first person in the office. So I went in, I found my desk with my name on it, and I sat down. And there were a few papers and documents for me to read, so I started reading those. I turned on my computer, and after about 10-15 minutes, the other people in the office started to arrive. And I noticed that nobody else was wearing a suit. And I thought, okay, it's not a big problem. So I introduced myself to the other people. I said, hello, how are you? Hello, pleased to meet you. And the next thing someone said to me was, my computer's really slow. Do you think you know what the problem is? And I said, no, not really. So then I introduced myself to somebody else and said, hello, nice to meet you. And she replied, hello, nice to meet you. And then she said, do you know how I can connect my computer to the printer? And I said, no, I have no idea how to do that. Anyway, I went back to work, and about half an hour later, I had a meeting with my boss. And she said, how's it going? And I said, yeah, it's all good. Well, everybody seems really nice. Just one thing. Why does everybody think I can fix their computer? And she looked at me and what I was wearing, and she said, it's your suit. Nobody in this office ever wears a suit. So they think you're from the IT department and you've come to help with a computer problem. They're the only ones who wear suits. So I never wore it again, to this day. Claire. It was my first day at work as a teacher at a language school, and they asked me to come the first week of term to observe some teachers, to watch their lessons, and then I was going to start teaching the following week. But when I arrived there, they told me that one of the teachers was ill, and they asked me to take the class, and it was 3-year-old kids. So I was in a class with about 10 3-year-olds who were running around. My boss gave me a storybook to read to them, but the kids couldn't speak any English. I'd never never been trained to teach children that small. I tried to read the book to 2 of them, but the others were running around, shouting and hitting each other. And at the worst possible moment, just when all of them were being really noisy and not doing anything I was telling them to, my boss, the director of the school, opened the door and just looked at me. I felt terrible, but then she said, these children are too young for you, aren't they? And I said, yes. I was nearly crying. Luckily, after that, she never gave me any classes with really young children, but it was the most stressful class I've ever tried to teach. Құрметті қатысушылар, осы астындағы 6 сұраққа жауап бересіздер, және өзіміздің келесі тапсырмамызға көшейік. Келесі тапсырмамыз writing-ді ашамыз. Мына жерде сіздер talking to talk екі нұсқаның біреуін таңдайсыздар. Естеріңізде болсын, қай етістіктерден кейін біз инфинитивті қолданылатынымызды білесіздер. Сол себепті мұқият жасаңыздар. Келесі тапсырмамыз.
Келесі тапсырмамыз speaking. Speaking тапсырмасын ашасыздар. Осы жерде берілген видеоны қараңыздар жақсылап. Осы видеоны қарап болғаннан кейін астындағы сұрақтарға жауап береміз. Қазір мінекей бізде ашылады видеомыз. Осы видеоны көріңіздер, астындағы сұрақтарға жауап береміз. Жауап беру үшін микрофонды басамыз және сұрақты оқып жауап береміз. Сұрақты оқып жауап береміз. Енді келесі тапсырмамызға көшейік. Ең соңғы тапсырма ол бізде. Ең соңғы тапсырмамыз reading, оқылым. Оқылым тапсырмасын жасап болғаннан кейін оқылым тапсырмасын жасап болғаннан кейін үй жұмысын қалай орындау керегенін мен сіздерге түсіндіремін. Мінекей мұндағы тексті оқисыздар, аударасыздар және мына сұрақтарға жауап бересіздер. Бұл біздің, яғни сыныптағы онлайн жасайтын тапсырмаларымыз. Енді сіздерде homework деген үй тапсырмасын орындайтын тапсырмалар бар. Ол жерде яғни барлық тыңдалым, жазылым, оқылым, сөйлеу барлығы қамтылған. Ол үшін сіздер мынау берілген аудионы тыңдайсыздар мұқият, мынау бос орындарды толықтырасыздар. Оны толықтырғаннан кейін келесіде мына жерге біз қай формада дұрыс келетін жазамыз. They celebrate, they had celebrate, мүмкін they had been celebrate, яғни дұрыс формасын жазамыз. Мұқият тыңдаңыздар, оларда маркер сөздері қандай тұр, since last Friday. Келесі speaking'ті видеоны қарайсыздар, астындағы сұраққа жауап бересіздер. Мына текстті оқисыздар, мына тексттің берілген 5 сөзді осы орындарға қойып шығу керек. Құрметті қатысушылар, егер де сіздерде сұрақ туындайтын болса, біздің чатымызға жазыңыздар, немесе күнделікті жіберіліп жатқан ссылка бойынша сабаққа қатысыңыздар. Өзіміздің ағылшын тілін оқуымызды, яғни ағылшын тілін білуімізді көтерейік. Жақсы, егер сұрақтарыңыз жоқ болса, осымен бүгінгі сабақты аяқтаймыз. Сіздерге сәттілік. Bye.